Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу пәні. 70-ші сабақтың тақырыбы өтірік өлең. Бүгінгі сабақта сендер өтірік өлең туралы түсінік айтасыңдар, шығармашылық жұмыспен айналысатын боласыңдар. 1-ші тапсырма. Егер әріптер адасса, сөз өтірікке айналып кетеді. Өлеңді түзетіп жаз. Ал мен өлеңді оқып шығайын, содан кейін түзетіп жазатын боламыз. Тамағымды оқимын, көңіліме тоқимын. Жаңғыртып даланы жаз қаңқылдап барады. Балалар, дұрыс па? Әрине, олай болса, өлеңімізді дұрыстап оқиық. Сабағымды оқимын, көңіліме тоқимын. Жаңғыртып даланы қаз қаңқылдап барады. Өлең авторы Құрманбай Толыбаев. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз өтірік өлең жайында болмақ. Өлеңді түсініп оқы. Өтірік өлең. Қамысты жылқы ұстауға құрық қылдым. Жусаннан үйге тіреу сырық қылдым. Бір талын сақалымның кесіп алып, көшкенде мал айдайтын шыбық қылдым. Мен өзім кішкентайдан қарға бақтым. Қашырмай сол қарғаны зорға бақтым. Біреуі жануардың үздік шығып, мойнына ақ киізден тұмар тақтым. Халық ауыз әдебиетінен. Өлең мазмұнын әңгімеле. Өлеңнің мазмұны шындыққа жанаспайды. Себебі қамысты жылқы ұстауға құрақ қыла алмайды екенбіз. Жусанды тіреу қыла алмаймыз. Және бір тал сақалдан шыбық жасай алмаймыз. Және қарғаны да бақпаймыз. Бұның барлығы шындыққа жанаспайды. Бұл өтірік өлең екен. Өтірік өлең не үшін айтылады? Міне соған назар аударайық, балалар. Қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туындаған әдебиеттің көне үлгісі. Өтірік өлең әзілге құрылып, көбіне той-думанда, ойын-сауықтарда айтылған. Өтірік өлеңдегі оқиға шындыққа жанаспайды. Өйткені өлең қиялға, күлкіге құрылған өлең. Өтірік өлең бала қиялын ұштауды, бейнелі ойлауға жетелеу, ұтқырлыққа, тапқырлыққа тәрбиелеуде аса маңызды рөл атқарады. Күлдіргі өтірік өлеңдер мен әңгімелер көңіл көтеру үшін айтылған. Ел арасында өтірік өлеңдер кең таралған. Тіпті өтірік өлең айтудан айтыс ұйымдастырылған екен. 4-ші тапсырма. Өлеңді оқы. Біздің жерде жүрген керік. Керік көрдім тоғайдан, деді бөсер бір күні. Қалжыңның да жаны бар, қылжақтасаң қылжақта. Ондай ғажап жануар қайдан жүрсін бұл жақта? Кетті сосын қуанып, бес алғандай сабақтан. Керік, деді бұл анық, қашып шыққан зобақтан. Қадыр Мырза Әли. Біліміңді қолдан. 5-ші тапсырма. Керіктің қай жерді мекендейтіні туралы білгеніңді айт. Керік жұп тұяқты күйіс қайратын жануарлардың бір тұқымдасы. Орталық, шығыс Африканың оңтүстік аймағындағы бұталы, сирек орманды, жазық далалы жерлерінде мекендейді. Өтірік айтқан кейіпкердің аты кім? Өтірік айтқан кейіпкердің аты Бөсер. Қорытындыла. 7-ші тапсырма. Өтірік өлең құрастыру оңай ма? Өтірік өлең құрастыру оңай емес. Өтірік өлең құрастыру үшін ұшқыр ойлы адам болу керек. Өзіңе ұнаған тақырыпқа өлең құрап келіңдер үйден, балалар. Мен мынадай өлең жолын құрастырдым. Айда жүрген тауықты менің анам сауыпты, сүтін қымыз ғып, айран да жасап алыпты. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.